Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі 5-ші сабақтың тақырыбы ана көрген тон пішер. Тілдік бағдар, көптік мәнді есімдер. Сабақтың мақсаты берілген тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтау үшін айтылатын сөз орынды жұмсау. Сөйлеу барысында интонациялық ерекшеліктерді сақтай білу. Жаңа сөздерге назар аударып сөздікке жазып қойыңдар. Көптік мәнді есімдер, многозначные имена, атау, название, сұйық заттар, жидкости, ұсақ, мелкий, алғыс, благодарность, сүйеніш, опора, құбылыс, явление, бөлшектенбейтін, неразделяемый, үлгі, пример. Тілдік бағдарға назар аударайық. Сұйық заттар атауы, көптік мәнді есімдер, газ тектес заттардың атауы, ұсақ заттар атауы, табиғи бөлінбейтін зат атауы, дерексіз зат есімдер, табиғи құбылыс атаулары. Ескерту: жұп заттарға көптік мәнді есімдерге көптік жалғауы жалғанбайды. Сұрақтарға жауап бер. Ана көрген тон пішер дегенді қалай түсінесің? Ана көрген тон пішер қандай жанрға жатады? 5-ші тапсырма, 11-12 бет, тыңдалым, оқылым. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннен көптік мәнді есімдерді тауып жаз, түрлерін ажырат. Мәтінді тыңдайды, түсініп оқиды, мәтіннен көптік мәнді есімдерді тауып жазады, түрлерін ажыратады. Осы дескриптор бойынша оқушылар балға ие болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.